Ертеде өткен замандарда бір байдың сұлу қызы болыпты. Сол қызға өзімен құрбылас жігіттер алтыбақан ақсүйек ойнап жүріп, ыңғайын тауып сөз салса, қыз менсінбей мұрны шеріп жүреді екен. Сөйтіп жүргенде қыздың жасы 18-ден асып 20-ға таяп қапты. Ол заманда қыздың жасы 18-ден асса, кәрі қыз атанады екен. Байдың да сұлу қызы, менің де бұлай жүре бергенім жарамас деп, ел аузынан бәлен жерде сиқыршы шал бар дегенді естіп, сол сиқыршы шалға барып, қыз өзінің жағдайын былайша баяндапты. Ата, менің өзіммен замандас жігіт желеңдердің еш қайсысын бойыма тең көрмедім. Өңшең желіккен желөкпе. Ал енді келер замандарда да еркек кіндіктер туатын шығар. Бірақ оларды күтіп жүре берейін десем, менің мына сұлу көркім осы қалпында тұра бермейді ғой. Бетіме әжім түсіп, қартайып қалам деп уайым қыламын. Сізді асқан сиқыршы деп естідім. Менің осы сұлу жас тәнімді сақтап қалатын сіздің қандай амалыңыз бар деп, қыз сөзін қатқыл дауыспен қысқа қайырды дейді. Апырмай, сұлу дегенің осыншалық тәкаппар болар ма? Деп көзін жұмып, қыздың сөзін тыңдап отырған шал, бар қарағым, сені ел жайламаған жапан дүзге апарып, тәніңді тауға айналдырып, үстіңе көрпе жауып ұйықтатамыз. Қасыңа сені күзетуге айдағар жыланды һәм байлаймыз. Тәнің ұйқыда жатқан мен айналаңды бағылап жатасың. Қашан, қай заманда оянғың келеді, ерік өзіңде, деп айтты дейді сиқыршы шал. Шалдың айтқанына келісіп, қыз ұйықтап жата берсін. Заманнан замандар өтіп, баяғы ел жайламаған жапан даладағы тауды етектеп келіп, таудың арасына дейін ендеп, қалып қоныстанды дейді. Осы күні сол тау, Тауелбай өңірінде Ақтау деп аталады екен. Әгер әке ұйқыдағы ару ұйқысынан оянып орнынан тұратын болса, қызды күзетіп жатқан Айдахар да тұрады екен. Айдахар ысқырынып, сілкініп, орнынан тұрғанда тау тас быт-шыт болып аспанға шашырап, үлкен опат болады екен. Қыз осыны біліп, айналасындағы бейбіт халықтың тәтті тіршілігін қимай, мәңгі ұйқыда жатыр екен. Мінекей осы аңызды ел арасындағы көнекөз қариялардан естіп, Дінбай Дабыл Ақтау аңыз деп өлең жазыпты. Енді сол Ақтау аңызды орындайық. Ақтауым арайдарман, таңғалар тарай қалған, алыстан көз тартады артылған, арайданған, артылған, арайданған, ай. Көрек тау бегі тұлған, нұр алған қызыл құмнан, ару қыз бейне көрген жатқандай ұзыныңнан, ару қыз бейне көрген жатқандай ұзыныңнан, ай. Аңызға болған тірек, аспанды тұрған тірек, ару қыз ұйқыдағы Ақтауын, алтын діңгек бауырындау тамды бұлақ сарқырап, таудан құлап сыңғырлап, күміс күлгің тұрғандай жығырап, ай. Қызыл құм түнегінен, Бұқан тау сілемінен, жаралған жанар тау боп қашықтық жүрегімен, қашықтық жүрегімен, ай. Ақтауым арайдарман, нар
артылған арайланған ару қыз ұйқыдағы аңыздан тарайды арман, аңыздан тарайды арман. Сандықта сарай бағың саяң-ау талай бардым, өмірзақ берді ақын жыр жазған талайдарын, өмірзақ берді ақын жыр жазған талайдарын. Ақтау бұл аңыз аймақ, жағасы ғой алтын айлақ, аруды күзетуге айдаһар кеткен байлап, айдаһар кеткен байлап. Ұйқыдан ару тұрса айдаһар бірге тұрар, сол кезде сұлу ақтау быт-шыт боп жерге құлар, сол кезде сұлу ақтау быт-шыт боп жерге құлар. Тірі жанды табиғат көргің сәнді, оянбай жатыр дейді ұйқыда ару мәңгі, ұйқыда ару мәңгі. Ақтау бұл аңыз дастан, есіттім бала жастан, өзіңнен сұлу жер жоқ, туған жер сенен асқан, туған жер сенен асқан. Туған жер сенен асқан.